Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өзімнің палау жасау әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға 1,5 ожау сұйық май құйып, және де қойдың майын 3-4 тілім салатын боламыз. Қойдың майын ерітіп алу керекпіз, сұйық маймен еру керек. Майымыз ерігеннен кейін осылай етімізді салып, жақсылап екі беті қызарғанша қатты отта қызартып аламыз. Етіміз қызарғаннан кейін пиязымызды салып, пиязымыз сарғайғанша қуырып аламыз. Ескертетін жайт, егер сіздің палауыңыздың түсі қоңыр болғанын қаласаңыз, пиязды қоңыр қылып қуырып аласыз. Ал егер ашық түс қаласаңыз, онда пиязды қатты қуырмайсыз. Сарғыш болса, пиязды сарғыш етіп қуырып аласыз. Сонда пиязымыздың қуырғанына байланысты палаудың түсі шығады. Бізде үйдегілерге қоңыр палау ұнайды, яғни қоңыр болып шыққан қызыл палау. Мен пиязын осылай күйдіріңкіреп барып қуырып алып, кейін сәбізді салатын боламын. Мен сәбізді мүлде ұзақ қуырмаймын, тек осылай сәбізді саламын да бір араластырып, қақпағын жауып 5-ақ минут қатты отта бұқтырып аламын. Сәбізімізді қуырып болғаннан кейін осылай палауға арналған дәмдеуішті саламын. Ішінде куркума, зира барлығы бар. Дәміне қарай осы жерде тұз саламыз. Мен салған жоқпын, күріш салатын кезде саламын, себебі менің етім тұздалған. Сәбізімізді қуырып болғаннан кейін осылай 1 литр мұздай су құйып аламыз. Бір бас чеснокты жуып тазалап, оны да палауымыздың бетіне қоямыз. Енді қақпағын жауып, орташа отта 1 сағат көлемінде қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін дәмін көреміз. Дәміне егер тұз жетіспейтін болса, тұз саламыз. Мен тұз салдым кішкене. Мен палауға ылғида осындай күріш пайдаланамын. Осындай ұзынша қоңыр түс тайски деп аталады. Мүлде езілмейді, және де палауым дәмсіз болып шықпайды, өте дәмді болады, және әдемі шашпа палау болып шығады. Жылы суға 3 қайтара жуып алып, күрішімізді саламыз. Күрішімізді салып болғаннан кейін осылай қасықтың немесе лопатаның көмегімен біркелкетіп күрішімізді жайып алатын боламыз. Енді палауымызға су жетпейтін болса, қайнап тұрған су қосамыз. Бұл жерде бас бармақтың, осылай саусақтың 1-ші сызығына дейін су болу керек, яғни күріштен сәл асып тұру керек. Сол кезде күрішіміз езілмей, әдемі болып пісіп шығады. Осылай 2-ші саусақтың осылай 1-ші сызығына дейін мен ылғида өлшеп аламын. Сол кезде күрішіміз жақсы болып шығады. Енді қатты отта қойып, күрішімізге бетін қозғамай, суы тартылғанша жақсылап қайнатамыз. Қайнап жатқан кезде мүлде күрішіне тимейміз. Сосын суы тартылғаннан кейін осылай бетіндегі күрішті араластырып шығамыз.
Суы толықтай тартылғаннан кейін күріштерімізді осылай ортаға жақсылап жинап аламыз. Қасықтың көмегімен 3-4 жерінен осылай тесіп шығамыз, ауа кіру үшін. Бетіне сарымсағымызды салып, және де осындай тарелкамен бетін жауып, қазанның қақпағын жауып, 20-25 минутқа бұқтырып қоямыз. Отымыз орташа жай болуы керек. 20 минут өткеннен кейін мінекей палауымыз дайын болды. Етімізді турап, ыдысымызға палауымызды салып, ұсына берсек болады. Өте дәмді болып шығады. Комментарийға өздеріңіздің әдіс-тәсілдеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сіздер палау дайындауда қандай құпияны білесіздер? Бір-бірімізбен бөлісіп отырайық. Осылай мен палауым дәмді болып шықты. Шашпа палау болып, күрішім бір-біріне жабыспай, өте әдемі болып шықты. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта өте пайдалы видеолар шығады, рецепттер шығады. Сіздермен бірге болған Нұргүл.